Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер. Сіз косметиканың түсін сізге жарасатындай, үйлесімді болатындай, сұлулығыңызды ашып тұратындай таңдағыңыз келсе, онда мен сізге осы видеоны бүгін ұсынамын. Бұл түс типтері теориясы арқылы анықталады. Яғни сіздің бет-әлпетіңіздің қыс, жаз, көктем немесе күз деп бөлінуіне байланысты. Және бұл сіздің қай мезгілде туылғаныңызға байланысты емес. Сіздің қай типқа жататыныңызды бөлек анықтау жайлы видеоны осыған дейін түсіріп өткен болатынмын. Сонымен сіз жас түс типіне жататын болсаңыз, онда сізге тоналды кремді таңдағанда сүтті түстерге, ашық бежевый, қызғылт түстерге тоқтаған жөн болады. Ал румяны таңдағанда суық қызғылт пен бежевыйдың сұрғылт түрін таңдаған дұрыс. Қабаққа бояу ретінде сізге күлгін түстер, мысалы лалагүл түсі, көгілдір, сұр, ақ, бежевый, қызғылт түстер жарасады. Қабаққа бояу таңдағанда ең бастысы тым жылы немесе көзге қатты түсетін түстер болмаса болды. Сізге ерінге помада таңдағанда нәзік жидектердің түстері, мысалы бүлдірген түсі жарасады. Және қызғылт түстер, лалагүл түсі, бежевый түс, шиенің түсі, қара өрік түсі жарасымды болады. Егер де түске сары түстер қосылса, ол жылы тон болып саналады. Ал егер де көк түстер қосылса, ол суық тон болып есептеледі. Егер сіз қыз типіне жататын болсаңыз, сіздің теріңіз ақ болса, онда сізге тоналды крем ретінде фарфор тәрізді қызғылт, бежевый қызғылт, бежевый түстер жарасады. Ал егер теріңіз қоңырқай болса, зайтун түсі, жабық бежевый түстер жарасымды болады. Румяналардан сізге суық қызғылт және күлгінге жақын түстер жарасады. Қабаққа бояу ретінде күлгіннің түстерін бирюза түсі, лалагүл түсі, қызғылт, сұр, көгілдір, қызғылт қоңыр, изумруд түсі, жасыл, бежевый, сұр қара, қара, көк, қоңырдың суық түрлері жарасымды болады. Помада таңдағанда фуксия түсі, жидектер түстері, шие түсі, күлгін түстер, қара қызыл түс, рубин түсі, қызыл, қызғылт, қызыл қоңыр, таңқурай түсі дұрыс болады. Қыз типіне таңдалатын косметиканың түсі жарқын болу керек, және де суық тонда болғаны жөн болады. Егер сіздің типіңіз күз болса, тоналды крем ретінде сізге зайтун түсі, сарғыш, бал түсті сарғыш, бал түстері жақсы болып, румяна ретінде теріңіз ақ болса, өрік түсі, персик түсі, қызыл балық түсі, қола түстер және қоңырлау түстер жарасымды болады. Егер теріңіз қоңырқай болса, онда сізге алтын түсті, қызыл қоңыр және маржан түсті тон таңдаған жөн болады. Қабақ бояуының түстерінен сізге жақсы келетіндер құм түсі, ашықтан жабық қоңырға дейінгі барлық жылы түстер, бежевый, өрік түстері, шоколад түсі болады. Ал помада ретінде қоңырлау, карамельді қызғылт тондағы түстер, өрік түсі, барлық жылы қызыл түстер және жабық қызыл түс жарасады. Сіздің типіңіз жылы болғандықтан соған сай косметиканың түстерін жылы тонда таңдаған дұрыс болады. Келесі тип көктем. Тоналды кремді көктемге жылы сарғыш түсте, өрік түстерінде, бал түсіндей таңдау керек. Ал румяна таңдағанда ашық қызыл балық түсі, өрік түсі, маржан түсі болса жақсы болады. Сізге келетін қабақ бояуының түстері ашық сарғыш түстер, сұр қоңыр, сұр сарғыш, қызыл күрең, жабық қоңыр, алтын қоңыр, құм түсі, өрік түсі, бал түсі, жеңіл қызғылт түстер болып табылады. Помада таңдағанда сізге жылы тондағы қызғылт, қызыл, қызыл балық түсі, маржан түсі, апельсин түсі, нюд және де ерінге арналған жылтырлардың қызғылт түстері
жарасымды болады. Бұл білім сізге косметика сататын дүкендерге барғанда нақты нені қалайтыныңызды біліп, косметиканы сатып алғанда көмектесетін болады. Және осылай уақытыңызды үнемдей аласыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ибраева Диана. Келесі видеоларда кездескенше.